Достар, бүгін ақ түйнекпен тартылған еттен запеканка жасаймыз. Ақ түйнегімізді үккіштен өткіземіз. Аршылған пиязымызды пышақпен ұсақтап тураймыз. Үккіштен өткізілген ақ түйнегімізге ас тұзымызды қосамыз. Қара бұрышымызды және де сары майымызды әбден араластырамыз. Және де ұсақ тураған пиязымызды қосамыз. Әбден араластырамыз. Мінекей достар, осындай әйнек қалаудың түбіне жанына сармай жағамыз, запеканкамыз жабыспас үшін. Жаңағы дайындаған ақ түйнегімізді тең жартысын қалауымызға салып, тегістеп қоямыз. Қалыңдығы 1,5-2 сантиметрдей қыламыз. Ет тартқыштан өткізген етімізге ас тұзы мен бұрышымызды, туралған пиязымызды қосып, әбден араластырамыз. Қалаудың ішіндегі ақ түйнектің үстіне 1 сантиметрдей қылып, қалыңдығын етімізді төсейміз. Еттің үстіне жаңағы қалған ақ түйнегімізді төсеп жабамыз. Бір дана жұмыртқамызға 2 қасық майонез қосып, әбден араластырамыз. Жаңағы қалаудың ішіндегі ақ түйнектің бетіне тегістеп жағып шығамыз. Қалауымызды пештің ішіне 45 минутқа 180 градус ыстыққа жібереміз. Мінекей достар, 45 минутымыз өтті. Запеканкамыз дайын болды. Өзіңіз көріп тұрғаныңыздай өте әдемі және де өте дәмді. Достар, лайк қоюды ұмытпаймыз. Жылы лебіз білдірген үшін алдын ала сендерге көп рахмет. Достар, сізге керемет көңіл күй тілеймін, және де астарыңыз дәмді болсын. Менің видеоларым шыққанын білгеніңіз келсе, қоңыраушаны басып қойыңыз.